Саламатсыңдар ма? Бүгін 92-ші сабақ бір бағыттағы қуып жету және қалып қою қозғалысына берілген есептерді салыстыру тақырыбын өтеміз. Тақырыптағы барлық есепті талдап шығарамыз. Сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Енді сен екі дененің қозғалысымен байланысты барлық формулаларды білесің. Сызбада көрсетілген әрбір жағдай нені көрсетіп тұрғанын түсіндір, қозғалыстың түрін ата. Мұнда қараймыз, бір-біріне қарама-қарсы, яғни кездесу бағытындағы қозғалыс берілген. Жылдамдықтары және бағыттары бір-біріне қарама-қарсы болса, олардың жақындау жылдамдықтары қосылады. Келесі, қуып жету қозғалысы екеуі бір бағытта, демек жылдамдықтары азайтылады. Үшінші фотосуретте көрсетілген сызбада бұл бір нүктеден екі жаққа қарама-қарсы бағытта кетеді. Яғни бір-бірінен қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс берілген. Ол кезде V қашықтау жылдамдығы екі жылдамдықтың қосындысына тең болады екен. Келесі соңғы сызбада қалып қою қозғалысы берілген. Ол кезде V қашықтау жылдамдығы V2 азайтылған V1-ге тең. Екінші тапсырма сызбалар бойынша есеп құрастыр дейді. Бізде А, Ә, Б, В төрт түрлі сызба берілген. Бірінші А сызбасына қарайық. Бізде мына сызбаға қарап отырсақ, қалып қою қозғалысы берілген. Бірінші автокөлік 70 км/сағат жылдамдықпен шығады. Екінші автокөлік 90 км/сағат жылдамдықпен қозғалады. Енді олардың қозғалмай тұрғандағы арақашықтығы 80 км болады. Олар 2 сағат жол жүреді. 2 сағат жол жүргеннен кейінгі олар автокөліктің арақашықтығын есептеу қажет дейді. Есептің шартын жазып аламыз, V қашықтау жылдамдығын табамыз. Ол үшін екінші автокөліктің жылдамдығынан бірінші автокөліктің жылдамдығын азайтамыз. Сонда 90-нан 70-ті азайтамыз, 20 км/сағат. Енді арақашықтықты есептейміз. Ол үшін тапқан жылдамдықты көбейтеміз уақытқа. Және бізге белгілі мына жердегі 80 км-ді қосамыз. Сонда 20-ға 2-ні көбейтеміз. 40, 40-қа 80-ді қосамыз, 120. Есептің жауабы 2 автокөліктің арасы 2 сағаттан кейін 120 км-ге тең болады. Ә тапсырмасында да енді бірінші автокөліктің жылдамдығы 60 км/сағат, екіншісінікі 40 км/сағат, арақашықтығы 200 км, уақытты есептеу қажет. Бірінші жақындау жылдамдығын табамыз. Ол үшін бірінші автокөліктің жылдамдығынан екінші автокөліктің жылдамдығын азайтамыз. 60-тан 40-ті азайтсақ 20 км/сағат. Енді уақытты есептейміз. Арақашықтықты тапқан жылдамдыққа бөлеміз. 200-ді 20-ға бөлсек 10 сағат. Есептің жауабы 2 автокөліктің арасы 10 сағаттан кейін 200 км болады. Екінші тапсырмасының Б-сына келейік. Бізде бір нүктеден қарама-қарсы бағытқа байланысты қозғалыс берілген екен. Бірінші жылдамдық 25 км/сағат, екінші жылдамдық 35 км/сағат, уақытымыз 4 сағатқа тең, арақашықтықты есептейік. Алдымен V қашықтау жылдамдығын анықтаймыз. Бір-бірінен қарама-қарсы болса, жылдамдықтары қосылады. 25-ке 35-ті қоссақ, 60 км/сағат. Енді S-ті есептейміз. Ол үшін тапқан жылдамдықты көбейтеміз уақытқа. 60-ті 4-ке көбейтсек 240 км. Есептің жауабы 2 мотоциклшының арасы 4 сағаттан кейін 240 км-ге тең болады. Енді В тапсырмасы. Екі нүктеден, яғни екі ауылдан бір-бірінен қарама-қарсы екі мотоциклшы жолға шығады. Бірінші мотоциклшының жылдамдығы 70 км/сағат, екіншісінікі 50 км/сағат. Бізде уақыт берілген 2 сағат. 2 сағаттан кейінгі олардың арақашықтығын есепте. Яғни S жалпы арақашықтық қаншаға тең? Соны есептейміз. V қашықтау жылдамдығын табамыз. Мына есепке ұқсас. Бір-бірінен қарама-қарсы болса, жылдамдықтар қосылады. 70-ке 50-ді қоссақ, 120 км/сағат. Енді S2-ні есептейміз. Ол үшін қашықтау жылдамдығына көбейтеміз уақытты. 120-ға 2-ні көбейтсек, 240.
Енді S жалпыны есептеу үшін бізге белгілі S1 мен тапқан S2-ні қосамыз. 50-ге 240-ты қоссақ, 290 км. Есептік жауабы мотоциклшілер 2 сағат қозғалғаннан кейінгі екі ауылдың арасы 290 км-ге тең. Үшінші тапсырма. Қыз бала марғауын жоғалтып алғанын, олардың арақашықтығы 50 метр болғанда байқайды. Олар бір уақытта жүгіре жөнелді. Марғау 5 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қашса, қыз оны 7 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қуады. Неше секундтан кейін қыз марғауды қуып жетеді дейді. Алдымен есептің шартын жазамыз. В жақындау жылдамдығын табамыз. Бізде екеуі бір бағытқа қарай қозғалыс жасайды. Бір бағытқа қозғалыс жасаса, жылдамдықтары азайтылады. 7-ден 5-ті азайтамыз. 2 метр бөлінген секунд. Енді уақытты анықтау үшін арақашықтықты бөлеміз жақындау жылдамдығына. 50-ді 2-ге бөлсек 25 секунд. Есептің жауабы қыз марғауды 25 секундтан кейін қуып жетеді. Төртінші тапсырма. Бір елді мекеннен 2 машина жолға шықты. Бірінші машина 70 км бөлінген сағат жылдамдықпен жүреді. Екіншісі жылдамырақ жүріп, 2 сағаттан кейін біріншісінен 40 км-ге озып кетеді. Екінші машина қандай жылдамдықпен жүреді? Екеуінің де бағыттары бірдей. Біріншісінікі 70 км бөлінген сағат, екіншісінікін табу керек. Арақашықтық 40 метрге тең, уақытымыз 2 сағат. Енді В қашықтау жылдамдығын табамыз. Ол үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. 40-ты 2-ге бөлсек 20 км бөлінген сағат. Енді екінші автокөліктің жылдамдығын табу үшін қашықтау жылдамдығына бірінші автокөліктің жылдамдығын қосамыз. Сонда 90 км бөлінген сағат. Есептің жауабы екінші машинаның жылдамдығы 90 км бөлінген сағат жылдамдыққа тең. Бесінші тапсырма. Теңдеулерді жаз және оларды шеш дейді. А тапсырмасында 27401 мен К сандарының бөліндісі дейді. Оны жазып аламыз. 398 пен 119 сандарының қосындысына тең. Қосындысы тең. Теңдігіміз құралды, енді есепті шығарамыз. 2 санның қосындысы 517-ге тең. К-ны табу үшін 27401-ді 517-ге бөлеміз, сонда 53. Белгісіз шаманы таптық, оны мына К-ның орнына алып барып қоямыз. Сонда 27401 бөлінген 53 те 398 қосылған 119. Мына жерде 2 рет жазылып кетіпті, мынаны алып тастай саламыз. Мінекей. Сонда 517 тең 517. Теңдігіміз дұрыс құралды, е? Келесі Ә тапсырмасы. Д мен 863 сандарының айырмасы мінекей тұр. 339.565 пен 205 сандарының бөліндісіне тең. Теңдігімізді құрап аламыз. 2 санның бөліндісі 193-ге тең. Д-ның мәнін табу үшін 193-ге 863-ті қосамыз. Сонда Д-ның мәні 1056-ға тең. Белгісіз шаманы таптық, енді мұнда алып барып қойсақ, 1056 азайтылған 863-тен 39565 бөлінген 205. Сонда 193 тең 193 теңдігіміз дұрыс орындалды екен. Б тапсырмасында 5020 мен Z сандарының қосындысы 36054 пен 23 сандарының көбейтіндісіне тең. Теңдігіміз құралды. Мына 2 санның көбейтіндісі 829242-ге тең. Z-тің мәнін табу үшін 829242-ден азайтамыз 5020-ны. Сонда Z тең 829222. Орын алып барып тексереміз, сонда теңдігіміз дұрыс орындалды. 6-шы тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықтап, оларды есепте дейді. Бірінші, әрдайым жақшаның іші орындалады. Бөлу амалын орындаймыз бірінші.
10.025-ті 25-ке бөлеміз. 401 шығады. Міне баған түріндегі есептелу жолы. Енді осыған 401-ге қосамыз. 8.549.600-ді. 855.000, 8.550.000 бірге тең болады. Жақшаның ішіндегі амал осы болады. Енді 10.335-ті 39-ға бөлеміз. Бұл үшінші орындалатын амал. Оның мәні 265-ке тең. Енді мына тапқан мәнімізден азайтамыз 265-ті. Сонда шығады 8.549.736. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Жер сілкінісі кезінде ашық жерге шығу керек. Мысалы, ашық алаңға есепті шығар. Алаң аудандары бірдей кішігірім бөліктерге бөлінген. Мына ұзындығы 32 метр, ал ені 16 метр болатын бізде 9 бөлік шығады. Алаңның ауданы қандай болған? Мына барлық ауданды есептейміз. Бізде мынаның ұзындығы 16, ені 32. Есептің шартын жазып аламыз, енді есепті шығарайық. Мына кішігірім бірінші ауданын есептейміз. 4 бұрыштың ол үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 32-ге 16-ны көбейтсек 512 метр квадратқа тең. Енді ауданды есептейміз. Ол үшін тапқан бөлігімізді 9-ға көбейтеміз. 4608. Есептің жауабы мына берілген алаңның ауданы 4608 метр квадратқа тең. Тапсырма орындалды. 8-ші есеп. Екі велосипедші бір уақытта А пунктінен бір бағытқа қарай жолға шығады. Бірінші велосипедші 18 км бөлінген сағат, ал екіншісі 21 км бөлінген сағат жылдамдықпен жүреді. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай дейді? Алдымен В қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Бір бағытта демек жылдамдықтар азайтылады. Сонда 3 км бөлінген сағатқа тең. Арақашықтықты есептейміз. Ол үшін В қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. 3-ті 3-ке көбейтсек 9. Демек, екі велосипедшінің арасы 9 километрге тең. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. 9-шы тапсырмада сандар тізбегінің жазылу заңдылығын анықтап, қалдырылған сандарды жаз дейді. Біріншісінде 3, 6, 12, 15, 18 сандар берілген. Қарасақ, өзінен тұрған кейінгі сан 3-ке артып отыр. 3-тен кейін 6, мына жердегі сан белгісіз бізде басында. 12-ден кейін 3-ті қоссақ 15, 15-ке 3-ті қоссақ 18. Демек заңдылық санға 3-ті арттырып отыр, сонда келесі санды аламыз. Енді 6-ға 3-ті қоссақ 9. Мына жердегі белгісіз санымыз 9-ға тең. Келесі, екінші жолдағы заңдылыққа қарайық. 41, 8, 31, 18, 28, 11. Бір санды тастап, ол сан өзінен 10-ға кеміп отыр. Ал кейінгі сан, одан кейінгі екінші тұрған санға 10 саны қосылып отыр. Яғни, біреуінде азайтылады, кейін қосылады. 41-ден 10-ды азайтсақ 31, 31-ден 10-ды азайтамыз 21, 21-ден 10-ды азайтамыз 11. 8, 8-ге 10-ды қосамыз 18, 18-ге 10-ды қосамыз 28. Демек, мына жердегі белгісіз санымыз 21-ге тең. Келесі, үшінші жол. 24, 21, 15, 12 дейді. Әр сан 3-ке кеміп отыр. 24-ден 3-ті азайтамыз 21, 21-ден 3-ті азайтамыз 18, 18-ден 3-ті азайтсақ 15. Демек, мына жердегі қалдырылған сан 18. Төртінші жолға көшейік. 65, 60, 55, 45, 40, 35. Бастапқы санымыз 5-ке кеміп отыр. Яғни 5-ті азайтып тастап отырамыз. 65-тен 5-ті азайтамыз 60, 60-тан 5-ті азайтамыз 55, 55-тен 5-ті азайтамыз 50. Демек, мына жердегі қалдырылған сан 50-ге тең. Келесі, 5-ші жол, мына 2-ші жолдағы тапсырмаға ұқсайды заңдылығы. Бірінші
сан 2 қалдырылған саннан кейін бізде 5-ке кеміп отыр. Екінші санымыз одан кейінгі санға плюс 10 қосылып отыр. 45-тен 5-ті азайтамыз. 40, 40-тан 5-ті азайтамыз. 35, 35-тен 5-ті азайтамыз. 30. Енді 50-ге 10-ды қоссақ 60, 60-ға 10-ды қоссақ 70, 70-ге 10-ды қоссақ 80. Демек, мына жердегі көптіктенің орындағы сан 60-қа тең. Соңғы 6-шы жолдағы есепке қараймыз. 45, 36, 28, 21. Бұл жерде санау реті бар ғой, солар кеміп отыр. 45-тен 9 азайтамыз, 36, 36-тан 8 азайтамыз, 28, 28-ден 7 азайтсақ, 21, 21-ден 6 азайтсақ, 15. Көптіктенің орындағы санымыз 15, яғни 9, 8, 7, 6, 5, яғни реттелген сан бойынша кеміп отыр. Соңғы 10-шы тапсырма, есепті шығар. А пунктінен бір уақытта жеңіл машина 90 км/сағат жылдамдықпен және жүк көлігі 60 км/сағат жылдамдықпен бір бағытқа қарай жолға шығады. 2 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болды? Енді алдымен В қашықтау жылдамдығын анықтаймыз. Ол үшін екінші жылдамдықтан бірінші жылдамдықты азайтамыз. 30 км/сағатқа тең. Енді арақашықтықты есептейміз. Ол үшін В қашықтықты көбейтеміз. Уақытқа 30-ды 2-ге көбейтсек 60 км. Есептің жауабы 2 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 60 км болады. Бізде тапсырмасы берілген есептің шартын машиналар бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалатындай етіп өзгерт. Сосын есепті шығар дейді. Бізде қарама-қарсы бағытта болса, жылдамдықтары қосылады. Яғни В жақындау жылдамдығы 60-қа 90-ды қосамыз, 150 км/сағатқа тең. Арақашықтық дәл солай есептеледі. Жақындау жылдамдығына уақытты көбейтеміз. 150-ге 2-ні көбейтсек 300 км. Есептің жауабы 2 ауылдың арасы 300 км-ге тең. Барлық 10 тапсырманы талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.